Сәлеметсіздер ме? Информатика пәнінің оқытушысы Асанова Айнұр Әуелбайқызы. Құрметті білім алушылар, әлемде болып жатқан індетке байланысты сабақтарымызды қашықтан оқытуға мәжбүрміз. Бұл жағдайға қарамастан, оқытушылар қауымы сіздерге білім беру үшін бар күш-жігерлерін жұмсауда. Білім алушылар, сіздер де жан-жақты беріліп отырған онлайн сабақтарға қатысып, білімдеріңізді шыңдаңыздар. Ал енді бүгін информатика сабағы бойынша өтілетін сабағымыздың тақырыбы компьютерлік графиканың түрлері. Бүгінгі сабақта компьютерлік графиканың түрлерімен танысамыз. Графикалық ақпараттың растрлық, векторлық және фракталды көрініс туралы мағлұмат аламыз, және құрылдыру бағдарламасында векторлық форматта жұмыс істеуді үйренеміз. Компьютерлік графика, компьютер көмегімен құрылған кескіндерді айтамыз. Яғни әртүрлі кескіндерді, суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Кескіндердің құрылу әдістеріне байланысты компьютерлік графика екі өлшемді және үш өлшемді графикаға бөлінеді. Компьютерлік графиканың бірінші түрі растрлық графика. Растрлық графикада кескіндер түрлі түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Яғни мына суретте көрсетілгендей нүктелердің жиынтығынан тұрады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орнымен түсі болады. Және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяш қажет. Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады. Пиксель дегеніміз, яғни монитор экранындағы кескіннің минимал элементі, әлбетте ол квадрат пішінді болып келеді. Растрлық кескіннің сапасы кескіннің өлшеміне горизонталь және вертикаль бойынша пиксель саны және әрбір пиксель үшін беруге болатын түстерді санына тәуелді болып келеді. Растрлық кескін үлкеюге де, кішіреюге де болады екен. Растрлық графиканы, яғни өңдеу редакторлары Adobe Photoshop, Corel Photo Paint секілді программаларда жұмыс істеуге болады. Келесі екі өлшемді графика түрі векторлық графика. Векторлық кескіндер бұл сызық, доға, шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегеніміз осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы. Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге және оңай кішірейтуге, үлкейтуге болатындығы. Векторлық кескіндер Corel Draw, Adobe Illustrator секілді векторлық графикалық редакторлерде жасауға болады. Яғни векторлық кескіндеріміз мына суретте көрсетілгендей нүктелер, сызықтар, төртбұрыштар және басқа да геометриялық фигуралардан тұратын компьютерлік графикаға кескінді өрнектейтін тиімді құрал. Келесі екі өлшемді графиканың түрі фракталды графика. Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес, программалауға негізделеді. Яғни фракталды графика бұл математикалық есептеулерге негізделген, кескіндердің негізгі элементі болып математикалық формула болып табылады. Яғни егер растрлық графикада растр пиксель, ал векторлық графикада сызық базалық элемент болып табылса, фракталды графикада математикалық форманың өзі базалық элемент болып табылады. Бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды, кескін тек қана теңдік бойынша салынады деген сөз. Келесі түрі үш өлшемді графика. Үш өлшемді графика, яғни 3D графикасы, көлемді объектілерді бейнелеуге арналған тәсілдер және құралдарының жиынтығынан тұратын компьютерлік графиканың бөлімі. Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар 3D Studio, Max 5, AutoCAD,
компас сияқты редакторларда жұмыс істеуге болады. Векторлық графикалық редакторлары Inkscape, CorelDRAW, Adobe Illustrator сияқты редакторларда векторлық графиканың түрімен жұмыс істеуге болады. Бүгінгі сабақта біз CorelDRAW редакторында жұмыс істейміз. Яғни CorelDRAW'дың мүмкіншілігі бұл машиналық графиканың нағыз шедеврлерін жасау үшін қолданылатын компьютердің дизайнерлер құралы. Түрлі түсті көркемдеулерді, күрделі сызбаларды, кітаптар мен журналдар мұқабаларының, фигуралық кітапшаларын, фотографиялық шын, фантастикалық шын емес бейнелерді, дайын бейнелерді редакциялау үшін, графикалық веб-беттерді құру үшін, тағы басқа жасау үшін қолданылатын құрал екен. CorelDRAW графикалық редакторын, яғни CorelDRAW графикалық редакторында жұмыс жасамас бұрын біз оны жүктеп алуымыз керек. Ол үшін интернет сервистерінде мына көрсетілген ссылка бойынша алдымен жүктеп аламыз. Ал енді CorelDRAW графиктік редакторында компьютерлік графиканың бір түрі векторлық графикамен жұмыс істеуді үйренеміз. Мына CorelDRAW графиктік редакторының интерфейсі ашылып тұр. Терезенің бас жағында тақырып жолағы орналасқан, терезенің екінші қатарында меню қатары орналасқан, үшінші қатарында құрал саймандар, яғни атрибуттар тақтасы, терезенің сол жағында құралдар тақтасы, оң жағында түстер палитрасы және жұмыс аумағы орналасқан. Бүгінгі сабақта біз өрнек салуды үйренеміз, яғни құралдар тақтасына алдыменен 4 құралын таңдаймыз, жұмыс аумағына келіп сызамыз. Енді құралдар тақтасынан форма құралын таңдап, немесе F10 пернесін басып тұрып, бұрышын дөңгелектеп аламыз. Меню қатарындағы преобразование, яғни түрлендіру, поворот командасын басамыз. Ашылған түрлендіру терезесінде, яғни бұрыштың 15-ке келтіреміз. Бұл жерде келтірілдір. Одан кейін енімен биіктігін 90-ға келтіреміз. 90 мм келтіріп аламыз. Применить для дубликата. Дубликатта қайталап қолдана береміз. Енді кескінді белгілеп аламыз. Құралдар тақтасындағы указатель, яғни көрсеткіш құралын басып, кескінді белгілеп аламыз. Атрибуттар тақтасындағы объединить, яғни біріктіру батыры командасын басып таңдаймыз. Түстер палитрасында өзімізге қажетті ұнаған түсті таңдаймыз, яғни мен сары түсті таңдаймын. Мінекей өрнегіміз осындай түске боялды. Келесі сабақтарда 3D, яғни 3D суретін қоюды үйренетін боламыз. CorelDRAW графиктік редакторының мүмкіншіліктері өте көп. Алдағы сабақтарда танысатын боламыз. Үйге тапсырма компьютерлік графиканың түрлері, растрлық кескіндер, пиксель дегеніміз не, векторлық графиканың негізгі объектілері туралы мағлұмат беру. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.